Ассалаумағалейкум қазақ елі, кеш жарық қалайсыздар ағайын. Мінекей біз президент боламыз деп жариялағалы көп жақтан хабар келіп жатыр, қолдаушылар жал жақтан шет елден хабарласып қолдап жатыр, мақұлдап жатыр. Барлықтарыңызға рахмет. Енді басты мәселелердің бірі жай ғана президент боламын, мен бүйтемін сөйтемін емес, нақты істердің жобасын айта кетейік. Бүгіннен бастап мүмкіндігінше күнде біз әр саланың қалай реттелетінін, қалай өзгеретінін, қандай шаралар қолданатынын, қазақ елінің болашағы не күтіп тұрғанын жариялап отырамыз. Енді ең басты мақсат бұл ұлттық қауіпсіздік және әскери қорғаныс жүйесі. Бұл жерде ең бірден бір мәселе қазақ тілінде хабар алмасу, қазақ тілінде ақпарат алмасу. Өзге тілдің қолдануы тек қана керегіне байланысты, қызметтік шұғылдығына байланысты қолдану керек. Өзге тілді білетін азаматтар болу керек, бірақ ішкі хабар алмасу, елмен хабарласу және ресми құжаттардың реттелуі қазақ тілінде болу керек. Содан бастаймыз. Және де мынау әр өңірімізде өзін қорғай алатындай, ертерек қимылдай алатындай мынау ішкі істер органдары, ұлттық қауіпсіздік комитеті және әскери құрылымдар біріккен офистарын ұйымдастыру керек боламыз. Өйткені біздің екі шетімізде екі алпауыт жатыр. Бұл алпауыттардың әр уақытта Украинаға жасалған сияқты қатыгез, күтпеген жерден опасыздық жасап, бізге баса көктеп кіруі мүмкін, әбден мүмкін. Соған дайын болу керекпіз. Сондықтан ешкімнің басына дап жармай, ешқандай айқай-шусыз бірінші бұл мекемелерді қазақ тіліне реттеп, қазақ тілінде ауыстыру керек. Хабар алмасуын реттеп болғаннан кейін ми алмасу да басталады. Ол жердегі жігіттер, ол жердегі ағайын қазақша ойлайтын болса, қазақтың ертеңі қараң болмайды. Сондықтан біздің президент болам дегеніміз ол жай ғана сөз емес, бұл әбден есептеліп, әбден межеленіп, өлшеніп жасалған шешім. Қолдаңыздар ағайын. Есім Рафик Жарылқасынов. Құдай қаласа, жеңіс алда, қазақ елі әрқашанда жеңеді. Алға Қазақстан!